Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ина Кезет каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Инабаттың мамасы. Бүгін мен влог түсіремін. Алдыңғы видеода мен Инабатқа я дегенмін Ахнет екеуіне. Содан кейін подписчиктер жазыпты. Енді анаңа я деп айтыңдаршы деп. Мен негізі ойлағанмын Инабат Ахнеттерді я деп үй жинатқызам, тамақ жасауға көмектескізем деп, бірақ оны олар күнде істеп жүр. Одан кейін басқа нәрсе ойлап табайын дедім да. Инабатқа айттым, Инабат, сенің каналыңда мен бір күндік влог түсірейін деп айттым. Сосын Инабат я деп келісті. Енді мен осы 24 сағат бойы Инабаттар маған я деп рұқсат берді, түсіре беріңіз деп. Өздері сабақта. Менің влогыма қош келдіңдер достар. Бүгін біз қайда барамыз, не істейміз, соны көрсететін боламыз. Қазір біз мынау атақты 25 этажды Қазақстан гостиницасына келдік. Осы жерде біздің жұмысымыз бар. Осы жерге кіріп шығамыз да. Одан кейін ары қарай бізбен бірге болыңыздар. Достар, біз машина қоятын жер таппай айналып жүрміз. Қалаға келсең, қаланың бір жаман жері парковка жоқ, іздеп жүресің. Уақытың парковка іздеумен өтеді. Осылай айналып жүрміз, қоятын жер таппай. Ішінде Қазақстан жалауы бар ма, көріңіздерші. Енді қайда қоямыз? Орын жоқ. Мына келіп тұрмыз. Айналып жүрміз гостиницаны. Вообще орын жоқ. Анау домдардың ішіне барып қойсан, ол жақта да болмайды орын. Қазір осы жерлерді қарап көреміз, орын болса осы жерге қоямыз да. Олай қарай жаяу барамыз. Осындай кезде машинамен емес, автобуспен жүргім келіп кетеді ғой. Біз осымен орын таптық. Қазір жаяу осы жерге дейін баратын боламыз. Достар, біз машинаны қойдық та, өзіміз жаяу келе жатырмыз. Мана қазір біз осы жерге кіреміз. Бірақ мен сіздерге түсіре аламын ба, жерде рұқсат берсе түсіреміз. Ойбайына пешеходтан өтіп алайық. Достар, біз жұмысымызды бітірдік. Енді біз Рахат фабрикасынан печенье алып аламыз. Печеньялар аламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Печеньялар аламыз. Печеньялар. Печеньялар аламыз. Печенье емес. Печеньялар аламыз, неше түрлі. Өйткені біздің үйде 10 адам. Біз қазір көп печеньялар алымыз керек әртүрлі. Бізбен бірге Рахатқа кіресіздер қазір. Мен сіздерді Рахатқа алып барамын. Негізі Рахат мына жақта. Ал қазір ол жерде тағы да парковка іздеп жүреміз, қоятын жер таппай. Қазір біз машинаны мына жер маған ыстық өте. Ең бірінші Алматыға келгенде мен осы жерде тұрғамын. Рахатқа келдік. Бірақ біз кірмейміз, келіп алып кірмейміз деп ойлаймын. Мына жер түсіріп алайын деген ғой, көп көмек болып, әдем болып тұр. Мынау зеленый базарда осылай сатып отырады, сыртында да, ішінде де.
Қазір біз бірінші банкке барып ақша алып аламыз. Банкте тегін ақша беріп жатыр екен, соны алып аламыз. Содан кейін рахатқа қайтып келеміз. Карточка қайда? Қайда карточка? Видео ма? Енді немен аламыз? Бесплатно тегін. Бесплатно тегін береді ғой, ақша сұрамайды сенен, былай тегін бере салады. Карточканы аласың и тегін береді саған. Куликовский деген торт шығаратын жер. Мына жерде керемет қылып жасап қойыпты, әдемі. Қараңыздаршы, күшті. Ол зеленый базар. Қазір мен Народный банкке келе жатырмын. Осы жерден ақшамды алып алайын. Қазір мен ақшамды алып алдым. Курсы бар. Где лежит суп? Пахнет. Шоколадный. Яблочный печеньедан 2 коробка. Жастар печеньедан 1 коробка. Жастар, аха. 3 коробка печенье алдық. Бұл бізге 1 айға жетеді. Ең көп жейтін мен деймін. Екеуміз көп жейміз. Сол үшін өзіміз келдік печенье алып кетуге. Бақлиді негізі бізде 1 коробка алатын едік. Қазір біз 2 штук қана алдық. Осыны өзін көтере алмай келатырмыз, өйткені машинаны алыс жерге қойып кеттік. Мына жақтарда орын жоқ. Енді біз жеткізіп алайық. Біз осы жерден кіріп алуымыз керек еді. Бірақ бұл жерде очередь көп екен. Содан кейін арғы жағынан ала салдық. Бұның 2 жері де бар алатын. Осы жерден де кіресің, арғы жағынан да кіресің. Жеттік машинаға. Шешіп үстіне қой. Симейді олай. Солай қойса, ешкім отырмайды. Мен түсірмейін десем, сіздер айтасыздар, мына базарға барды, не түсірді деп. Сіздерге бола түсіріп жүрмін. Қазір енді біз тағы не аламыз? Қайттан біз базарға барамыз. Қазір достар, біз неге келе жатырмыз? Алманың ішінде бутиктер бар. Мен постоянно осы бутикке келемін. Осы жерде не бар екенін қарап көреміз. Қазір менің қолым бос болмай тұр. Сіздерге түсіріп көрсетейін десем. Ұрдым. Қазір мен көрейін, не бар екенін, содан кейін алған затымды көрсететін боламын. Қазір мен осы киімдерді алып жатырмын. Үлкен болып көрінеді екен оны. Мен инабат қалып жатырмын, кең жүрсін деп. Ойге кигенге. Мынандай футболканы бұл ақниетке или насихатқа. Мындай бар екен, бірақтан ол тар болатын сияқты. Кең тұрғаным жақсы.
Не бар не жоқ. Мен успейсің келге. Очки алып жатырмын мен мына жерде. Күшті екен. Міне мынаны тексеріп көріп алып Несі бар жатырмын. ма? Чехол бар ма? Сразу несімен бірге ма? Көрсетіп қояйын. Қандай очки алып Скидкасы мен ішінде болған. А? Ішінде болған 7-6 мың теңге, скидкамен. Ішінде ремонт қой бізде. Тряпка бірге ғой деймін да? Тряпочка от маски нет. Нету? Нету. Это цена распродажная. Вы что, на базаре они сколько стоят в повороте? Сами же покупали, знаете. Рахмет көп. Киосыз ба? Аха. Киіп аламын. Міне мынандай очки алдым. Ya o sanamamız ya 10 30. Мағанша? 100 теңге. Жазбайды тоқтап қалады дей береді сол тоқтамай жазатын. Мынаны көрші. Гелі ол басын еп тұрады. Замаска өтіреді, замаска екеу өрсе. Кеу көтпеген ғой, я? Свежий. Так, сосын. Тани. 500 теңге дейді ғой. Мен 750-ден алдым. Огурцы 500 дейді. Тарады тұрып. 700 дейді. Екі килограмм помидор, 2 килограмм қияр, 1 килограмм редиска алдым. Біз базардан шықтық. Қазір біз заправкаға барып бензин құйып аламыз. Былай қарай жол ашық, қалаға қарай жол уже пробка басталып жатыр. Мына біздің сүйікті жолымыз Әл-Фараби деген. Бұл жерде үлкен заправка, мына жерде Бургер Кинг. Бұл жерде тамақтанып алсаң болады, демалып отырса болады. Бұл жерде уақыты барлар отырады, конечно. Ақшаң болса бәрі бар ғой. Кіріп, пожалуйста, ала бер. Не аласың, не ішесің, не жейсің, не киесің. Бәрі ақшаға байланысты. Енді газ құйып алуға келдік. Не бар, бәрін құйып жүрміз ғой. Бензин қойдық, енді газ қойып жатырмыз. Бұл машина газбен де, бензинмен де жүре береді. Сол үшін газ де, бензин де құйып жатырмыз. Ал бензин, газ бәрін құйып алдық. Енді қазір қайда барамыз? Магнумға ма? Магнумға барамыз. Магнумнан картошка, мартошка сондайлар алып аламыз. Сосын үйге қайтамыз. Мына жақ уже пробка басталайын деп жатыр, Басталып кетті ма? Үлгермейміз, қазір ол жақта пробка болып тұрады. Мына жақты көрдің-ау, мына жақтың өзі пробка. Давай пробка басылғаннан кейін шығайық. Қазір біз үлгермейміз, ол жерге қазір жету үшін 1 сағат уақыт кетеді. 15 минутта жететін жерге 1 сағатта жетесің. Пробкада қалып қоямыз, одан да үйге барайық, шай тамағымызды ішіп алайық та. Сосын шығамыз, пробка басылғаннан кейін. Достар, бізбен жүрсеңіздер осылай, то үйге қайтып кететін боламыз, то Магнумға баратын боламыз. Қазір біз мына жерден қара нан алып алайық. Сосын кір сабын алып алайық. Мына өзіміздің магазин. Терезе қап-қара кір екен ғой, көрініп қалды ол. Мика деген магазин осы. Қазір мен магазинге барам да.
Еще не алам, өз құрма алам. Алатын заттарым есінен шығып кетші кейде. Алам деп айтам да, бірақ соны ұмытып кетіп, алмай қайтам ғой. Мен осы жерден 8 ұштық кір сабын алып алдым. Оның бағасы 310 теңге. Мен носки, паски соларды жуатын боламын. Өте күшті жуат. Керемет сабын. Енді мен бұл жерден құрма және қара нан алдым. Мен мұны қайтадан барып тағы бір қара нан сушки алып алдым. Өз үйге келе жатырмыз. Біздің блогымыз аяқталған жоқ. Қазір біз үйге барып шай тамақ ішіп алып, қайтадан шығамыз Магнумға. Біз үйге жақындадық. Сенкіден звондап жүрмін, мен видео сұрадым. Мынау біздің үйіміз. Воротасына мән бермеңіздер, біз воротасын жағында воротаны көріп тұрсыздар ма? Сондай қылып ауыстырамыз түгел. Қазір осындай болып тұр. Оны біз алып тастаймыз. Достар, бұл біздің видеомыздың бірінші бөлімі. Видео өте ұзақ болған соң монтаждау қиын болып жатыр. Сондықтан мені дұрыс түсініңіздер. Жалғасын келесі видеодан көре аласыздар. Екінші бөлімде күтемін мен сіздерді. Мен сіздермен қоштаспаймын. Екінші бөліміне міндетті түрде кіріп көріңіздер.